Саламатсыз ағай, ассалаумағалейкум. Типа 41 Сапар Атлет бүгінгі лаборатория роботы бізде лабораторияда 12 RGB светодиодтарды қолдану арқылы біз Arduino мен Arduino байланыстыру арқылы біз өзімізге керекті аппаратный часть істеу керек боламыз. Arduino болса көрсеткен RGB светодиод арқылы өзіміз светті көтеріп түсіп төмендіру бойынша. И одан кейін әрине ол лабиода біз оның қандай блок диаграммада істелінетінін байқайтын боламыз. Және фронтендте қандай нелер қолданылатынын біз лаби бағдарламасын ашамыз. Онда фронт панельді ашамыз. Фронт панельде бізде бастапқы керекті слайд нелерді енгізіп аламыз. Бізде vertical pointer слайд керек болатын болады. И бұл бізде бастапқыда RGB қолданатын RGB red, green, blue деген сияқты, значит мына бізде қызыл светке жауап беретін болады. И одан кейін бұл қызыл светке жауап беретін болғанда біз өзімізге керекті соответствующий бұны ыңғайлы қылып алып аламыз. Біз білеміз, что біз 255-ге дейін бару керек. Біз тапсырма бойынша 255-ге дейін айтылған. Значит, біз бұны property'den кіріп scale 255-ге айналдырып аламыз. 255 деген бағдарлама беретін боламыз. И осыны біз басқа айтып кеткендей бұл менде қызыл. И біз бұған соответствующий қызыл свет береміз. Иә. Тура осылай бізге керек болады. Осы и осы. Так, мұнда біз green, ой, blue, и мұны бізде green білеміз, что бізде жасыл светтен жасау керек екен. Жасыл, соответствующий синий, blue. Өзіміз блок диаграмма қойдық. Блок диаграмма бұл екен әзірге болады болып қоятын боламыз. Бастапқыда біз файл структурасын жасайтын боламыз. Файл структурасын істейміз. Файл структурасы. Потом біз Linux жұмыс істейміз. Linux жұмыс істейтін болғандықтан біз Linux маркер хатқа беріп Linux и біз бұл жерде Open Linux дейміз. Және біз бастапқыда болған serial port береміз. Бұл бізде control көрсетіледі. Control traits control береміз. Одан кейін біз бұны жалғаймыз. Одан кейін бізде бұл бастапқыда біз 3 пин қолданатын болғандықтан, жаңағыдай айтып кеткендей green, blue и red қолданатын болғандықтан біз ол 3 порт ішіне определенный пин беру керек болды. Ал біз бізде сыртында бастапқыда береміз. Бізге бастапқы array'дің ішіне bool array бағдарламасы болатын боламыз. Bool array'дің ішіне біз үшеуін алатын боламыз. Үшеуі деп лаборатория роботы бойынша байқасақ болады. Ағайдың қалай жасалғанын осыны қайталайтын боламыз. И бастапқыда бізге болған control береміз. Так, create control. Control. Және create control. Бұны біз және де жалғайтынымыз керек. Біз бастапқы болғанда I32 несін ауыстырамыз. Бізге W керек емес. I32. И одан кейін біз мына жақта шығаратын боламыз. Бізде өзіміздің определенный неміз бар. Не бойынша қосылған маркер хаттың ішінде, Linux ішінде. Осыған бізде бастапқыда range аңға келтіреміз. Осыған бізде мына жақта жалғайтын боламыз. Жалғаймыз соответствующий. И мынаны осында. И біз бұл жақта тағы да білеміз, что біз бұл жақта RGB қолданатын бізге RGB керек болғанда RGB conversion color. И осы жерде біз соответствующий осыларды жалғайтын боламыз. Редке green дегенде бар екен. Бізде burada aşağıda create indikator. И біз осыдан алып, біз бұны build array'дің тағы да осыған жалғайтын боламыз. Соответствующий нелерді порттарды. И бұл
Ишимизде. И буларда биз әрине өтмүш iWatch экенин айтабыз. iWatch 2 түрүндө форматында алатын болобуз. Так, Divide, биз Divide бөлөбүз 255 ге. Так, ал номерлик ичинде Divide. Биз бизге дагы да керек болот процесс кезинде. Керек болот биз аны кошелектен чыгартабыз. Селектор ишин. Биз чыгартканден кийин биз мында Boolean колдонуп атабыз. Оған бізге соответствующий чыгарбайтын болобуз. Стоп контрол керек болот. Create control. И бизге эми керек loop. Loop сиздин лаборатория боюнча. Биз сиз көрсөткөн элер боюнча колдонуп атып бүкүл нелерди индикатор әрине. И биз мына жерде Linux код чыгаруу керекпиз. И бизге буну керек болот. Турганыбыз айтып осулай деп осулай аяктайбыз. И осуну бизге баштапкыда берилген промптты эми осудан аппаратный часть деп аппаратный часть менен осуну көрсөтөт болобуз. Биз көп турганда осудан эмне чыкты. Мына жакта биз мына жерге биз өзүбүзгө кандай порт тандайтыныбызды беребиз. Эми биз токтотуу үчүн мында биз жана пиндерди беретін болобуз. Red 3, 5, 6 деген. И сону көбөйтүү аркылуу ата светтин өзгөрүүнү карап отуруп текшеретін боламыз. Менде бүгүн осумен казыр аппаратный часть істейтін болуп, экөөнү байландырып бирге боламыз әлде. Саламатсызбы, бутта 41 группасынын студенти Сапар Адилет. Бүгүнкү жумушта RGB свет видео менен жумуш. Бул жерде биз регистрде RGB свет видеоду жана де кабелдерди колдонуу аркылуу жеткан жумуш муникин иштөөгө тырышабыз. Биринчи биз RGB свет видеоду алабыз. Оны жалгайбыз. И бул жалгаган кезде бизде бунун узун неси, палочкасы бизде ганнага баруу керек болот. Граундка. Так. Андан кийинги бизде процесси регистрлер жеткен болду. Bunu endi өзүбүздүн Arduino Uno'га жалгайбыз. 1 0 1 2 3. Лабораторный боюнча pin 5ге, pin 6га и pin 3ге. Так, енді өзіміздің зертханалық жұмысты ашамыз. Зертханалық жұмыс бойынша тулс арқылы проверить етеміз. Ашқан вместе сама. Надо емес оны, next.
6,8. Next. İstemiyorum sayı. Tak, finish и одан кейін біз мындай 6,8. Так, refresh бір заберейік. 2,8. Biz özümüzün oratını ötürsek tamamda. Бірінші кезек çıktı. Bittiğini göremiz. Бірінші бізде қызыл. Біз ешқандай жұмыста өзі бастапқы пин белгілеп аламыз, үштеп green біреуді осылап пиндер беріп аламыз, одан бөліміз керек қорытындаймыз, одан кейін оны әншіне жібереміз, жібергеннен кейін біз сәттерді көтеріп, оны істеп тұрған, істемей тұрған байқай аламыз. Қызыл, одан кейін жасылды көтереміз. Жасыл, одан кейін көк. Одан кейін басқа светтерді қосылып қойған светтерді кетіп аламыз, мысалы голубой свет, ашық и бұған қызылды қосатын болсақ та аппақ болып кетеді. Если жасылды жұмсайтын болсақ, фиолетовый, и жасылды көбейтіп көкті дейтін болсақ, сары свет. Вот, статья там использования